Сөйтіп осы автобустан түсіп, Брюссельдің сәл шет жағына кеп қалдық. Қарап тұрғаныңыздай, әжептәуір әдемі қала екен Брюссель деген. Архитектурасы вообще зын. Оған Нью-Йоркты қапететін жар. Пока сол автобусты келем дегенше неше түрлі әдемі сказочный зданияларды көру насіп етті. И соны көрсете алам деген ойдамын. Ары қарай осы тура остановкама дейін жүре беріңіздер. Осындай зын архитектурный шедеврлер шығып жатыр. Бұншалықты современный город деп ойламаппын. Шынын айтқанда. Мінекей бағанадан бері жыртылып мақтап атқан зданиялар. Не совсем солар, бірақ келеді соған. Ары қарай да уже шыға береді, құдай қаласа. Тура жүре берсем. Тура бір смесь сказки и скандинавской роскоши. Мына кәдімгі Брюссель деген қала. Ну вот, короче, по ощущениям Париж ғой. Бірақ Парижде әлбетте барлық улицалар өте тар болғаннан кейін жүру онша қызық болмаған. Ана жақта и архитектура керемет. С одной стороны, а с другой стороны өте кең. Действительно, адам рахат танып жүретіндей. Көріп тұрғаныңыздай, бұлар даже стройка қылатын болса, очень даже модненький хухры-мухры қылып емес. Әдемі, общий, как бы архитектурный ансамбльға қарағанда құсып жүрмейтіндей, со вкусом стильген. И как по традиции, нёха-бёха жүріп, қарасам, өзінің сүйікті примарканы осы жерден таптым Брюссельден. Мүмкін бұл жерде басқаша выбор болатын шығар, кім біледі? Пожелайте мне удачи деп па. И осы, как всегда, мен жүретін жерім барлығы жаңбыр жауады демекші. Брюссельде бүгін жаңбыр сағат 11-ден бастап. Жауады, біраздан кейін қояды. Жауады, кейін қайттан қояр екен. Прям как Лондон. Сөйтіп, мінекей ратушаға да жетіп қалдық. Біраз ғана жүретін болсақ, ар жағында көрінеді. Пока что осы Брюссельде жаңбыр жауатыр, сол үшін осындай қалың киім алып, бір түрлі жүруге тура келіп жатыр. Сөйтіп, осы бельгийская, брюссельская, точнее, ратушаға да жеттік. Осындай бір керемет әдемі. И золото барлығы. Шынымен осы жердемін. Сомневаться етіп отқандарым болатын болса. Осындайды көргенде қалай жақсы көріп қалмайсың осындайға.
Негізі блогерлердің барлығы осы бір зданияның қасына барып, бір суретке түсіп, екінші зданияның қасына барып, және бір рет суретке түсіп жүретін болады. Бірақ негізі барлығы бір жерде. Төрт жағынан да осындай бір керемет әдемі архитектурный шедеврлер. Золотой, готический. Қандай варианты десең, соның барлығы осы жерде. Все в одном, ғой. Mais là, il y a des boutiques qui en vendent sont plus gros. Ce qui est le fun, c'est de voir le monde. Je me dis, simple, sur les matchs, c'est le plus long. Ça te fait des. Puis la vie. И жалпы сол жүріп біздің іздеп атқанымыз осы писающий мальчик. Бұл жолы қандайдыр бір футбольный команданың формасында киініпті. Жан-жақ осындай оживленно, жаңбыр жауып болды. Қазір пока что нормально. Қазір енді соны жаңғындарды көрсететін болсақ, ол бізде мынандай болады. Осы бөліп тірліп іздеген писающий мальчигіміз. Вообще қызық емес. Зато айналысы мынандай. Сол писающий мальчикке арнайы осындай бір барды істеп қойған екен қасына. Енді біз дейтін одан қайта сәл төберекке шықсақ, одан да көбірек достопримечательности төбеде болу керек екен. Шоколад барлық жерде и манекен, который пишет. Дегенмен Брюссель қандай әдемі, қандай керемет зданияларымен, архитектурасымен ажыралып тұрса да, жалпы өте кішкентай қала екен. Спокойно барлық жерге пешкаре жүруге болады. Мысалы үшін сол бағанағы тоқтаған автобустан түсіп, мен уже бір 3-4 сағаттан бері әшейін пешкаре жүрген адаммын. И жалпы міне осы бағанадан бері әдемі деп атқан зданиялардың басы осы жерден көрінер екен. Ана жақта уже постройка кетіп жатыр. В реальном времени деп па. Так что барлық нәрседе Брюссельде қазір не идеально. Ну, конечно же, сол жаңбырдан басқа. Жаңбыр жауады, қояды. Осы? Сіздерге қалай болатқан білмеймін ғой, бірақ 2 сағаттан бері маған тура бір барлық жерлер бірдей сияқты болып көрінді. Бірдей сұлу, бірдей басқаша, бірдей. Сөйтіп сол пастен қарай төбеге қарай жүргенде осындай бір наподобие балкон ретінде істелген осындай смелый решенияны көріп жатырық. Қызық. Брюссельский стиль дейді ма? И мына жақта шикарный бір здание бар екен, опять же. Готический стильде істелген. Или римский дейсіз ба білмеймін. И қызығы мына жақта бір анандай бар екен. Колесо фортуны. Ана жағынан шығатын болсақ, лифтпен кәдімгідей төбеге апарып тастар екен. Бірақ пешкаре
сол жақада баруға болады. Соны қазір көрсек. И жалпы шынымен сәл төберек жақтан вид уже совсем другой болады. Хотя уже и пилить совсем төбелікке. Но пока что вид осындай. Тоже уже впечатляющий. Бразильский флаг. Граффити. И колесо. Көрсетістеме ма десем, шынымен істеп жатқан екен. Сондағысы және біраз төбеге қарай көтерілу керек екен. Былай жолмен. Бағанағы жұрттан лифтпен шығып жатқан андайсы, точкасы. И вид действительно того стоит, демекші ма. Төменнен төменге қарай өзімнен хостелымды іздейін деп жатырмын енді. Потому что аяғымнан аяқ қалмады и практически аяғым ар 5 минутта үйіп қалып жатыр. Бағана пастен-паске қарай хостелымды іздейтін жолымда кәдімгі, в принципе, және көруге арзитын осындай комиксовый улицаға дейін жетіп қаппын. Жан жағым мынандай. Автобустар не керегі бар дейсің бұндай кішкентай қалаға. Любой жерге спокойно пешкаря жүруге болады. Жастарым барлығы далада. Жағынырақтан ол суреттер мынандай болар екен. Өте демі сызген. Кім сызған болса да. Негізі бұндай граффитилер көп дейді Брюссельде. Бірақ пока көргенім осы ғана. Сүйкімді?